Қайырлы күн қыздар, бүгін өте дәмді тефтели дайындаймыз. Ол үшін бізге қанша фарш бар, тура сондай күрішті жуып тазалаймыз да, үстіне тура сондай фаршымыз қоямыз. Мысалы 400 грамм фарш болса, 400 грамм күріш, 300 грамм салсаңыз да болады. Үстіне қызыл перец немесе қара перец, бір жұмыртқа міндетті түрде, және де тұз по вкусу өзіңіздің қалауыңызбен, және де дәмдеуіштер, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер. Мен для фарша деген дәмдеуішті алып, барлығын жақсылап араластырып, осындай дөңгелетіп тефтелиді дайындап шықтым. Енді қызып тұрған майға майдалап тураған пиязымызды қызарғанша қуырамыз да, тұз дәмдеуіштерімізді қосамыз. Және де теркадан сәбізді майдалап өткізіп, су құйып, судың тефтелилер батып тұратындай қылып құясыздар да, барлық тефтелиді салып, қайнағаннан кейін 45 минут орташа отта пісіріп аласыз. Мінекей өзіңізге қалаған гарнирдің бетіне қойсаңыз болады. Тефтелилер өте жұмсақ және де шашырап кетпейтін болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады, балаларға особенно өте қатты ұнайтын болады. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын. Мен алдағы уақытта сіздерге торттардың көптеген өте керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Каналға жазылып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар.